Адамның баласы әйтеуір тіршілігінде, әйтеуір бір нәрседен қорқу керек. Осы Абайдың толық адам тұжырымын қазіргі қазақтың бойынан байқайсыз ба? Құдайдан қорық дегенде ертеден кешке дейін Құдайдың алдында жағда иіліп жығылып жат деп отырған сөз емес қой бұл. Қазақ әдебиеті мектептерде дұрыс оқытылмайды деп сынаған екенсіз. Немерем осылай деп айтқан кезде жағдай қапа болдым мен. Халықтың қазынасына тиісуге болмайды, оған қол соғуға болмайды деген ұғым оның санасында тұру керек. Армысыздар, бұл жүз медианың ақ студиясы. Бүгінгі біздің қонағымыз әдебиет зерттеушісі, филология ғылымдарының докторы профессор Жаңғара Дәдебаев. Аға, студиямызға қош келіпсіз. Қош келді. Сіз Абай мұрасын ұзақ жылдар бойы зерттеп келесіз. Егер осы Абай туралы қоғамда немесе ғылыми ортада қалыптасқан бір стереотипті жоққа шығару мүмкіндігі болса, ол қайсысы болар еді? Абайдың шығармашылығын, өмірін зерттеу барысында, сол зерттеу нәтижелерін оқу өндірісіне енгізу барысында қалыптасып қалған жүйе бар. Ал ол жүйені бұзу, өзгерту деген оңай емес. Біз осы бағытта жасаған жұмыстарымыздың бір қатарын өткенде университеттің ғылыми кеңесінде талқыладық. Сол бағытта арнайы қаулы қабылданды. Сол қаулыдағы бір бабы Абайдың кісілік кодексі болды. Абайдың кісілік кодексі деген бүкіл Абайдың шығармашылық мұраларының ішіндегі басты қағидалардың негізінде теріліп жасалған кодекс. Сол ана кісілік кодексті біз ұсындық көпшілікке. Енді осыны ұсынып қана қоймай, бүкіл қалалар, республиканың басты орталықтары, мәдени орталықтары, шаруашылық орталықтары, қалалар жағдай, өзінің ортасындағы үлкен мекемелердің алдында, алаңдарында, мәдениет саласындағы, білім, ғылым саласындағы, өнер саласындағы, тіпті әкімшіліктің өзінің жағы айналасындағы алаңдарда соны орналастыру туралы. Ана электрондық форматта тиісті баннерлерге салып, соны көрсетіп қою. Ары өткен, бері өткен жастар, қарттар бәрі соны көрсін деп. Ал енді одан берде 2 айдың жүзі болды. Қалай болып жатыр дегенде, анда-санда әр жерде бір қозғалыс бар байқалады. Бірақ жалпы ірі деген қалаларда ондай қозғалыстар біздің көзімізге көп түсіп жүрген жоқ. Өткен жолы Астана қаласында полиция департаменті хабарласып, сол біздің жағдай дайындаған кодексімізді, Абайдың кісілік кодексін, өздерінің ғимараттарын тұтас бір жағдай қабырғасына іліп, жазып, сол жерде елге білім алушы жастарға, ішкі тәртіп сақшыларының қызметкерлеріне ұсынып, үлкен жағдай іс-шараны жасады. Бірақ дәл осы деңгейде Абайдың кісілік кодексін қабылдап, жұртшылыққа ұсынып, жастарымызға ұсынып жатқан мекемелерді біз әзірге көп көре қойған жоқпыз. Біздің бала кезімізде мектептің қабырғасында коммунизм құрылысшыларының, коммунизмнің жас құрылысшыларының моральдық кодексі деген кодекс болатұғын. Коммунистік партияның жасаған жағдай кодексі. Ол көзіміз тұрған қалпы бәрі көзіміздің алдымызда, біздің көзіміздің алдында тұр. Енді дәл сондай болмаса да сол қалыпта мектептің алдында қойса, мысалы, балалардың көзінің алдында тұрса, баннерде. Я болмаса ол қиындау болса мектептің жағдай оқу залында, коридорларында, қабырғаларында тұрса деп ойлаймыз, бірақ оған жету үшін ана мекемелердің басындағы адамдардың ықыласы болу керек. Олар үшін бұл өте қиын болуы да мүмкін. Оған қаржы керек дей ма, оны бәлендей көп қаржы да керек жоқ. Абайдың ілімі деген пән дайындадық біз.
университетте Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқытылады. Оқытылып келе жатқанына 21 жылдан 2021 жылдан бері қарай бірнеше жыл болды. Енді осыны Абайдың осы ілімін оқыту керек деген ұсыныс жасап жатырмыз министрліктерге. Жоғары мектепте, орта мектеп жүйесінде осыны ыңғайлап оқыту керек. Оның кітаптары, оқу құралдары, тағы басқа материалдары толық жарияланды. Бірақ соны біздің министрліктер қабылдай алған жоқ. Оны қабылдаудың тағы да неше түрлі себептері бар, тағы басқалар бар, соны айтуда. Біз өзіміз оны ештеңеге қарамай университеттің оқу бағдарламасына енгізіп қойдық. Осы жұмыстың басында жүрген облыстың әр түкпірінде жүрген кісілеріміздің қайсы біреулері сөйледі сол ғылыми кеңесте. Онда олардың айтып отырғанда Абайдың шығармашылығын біз оқытып жатырмыз. Оған мұнша сағат бөлінді. Ол мына кезде оқытылады, ана класста оқытады, мына класста, мына сыныпта былай оқытылады деген сияқты ойларын айтып жатыр да. Бұл жерде әңгіме Абайдың шығармаларын оқыту туралы емес, Абайдың ілімін оқыту туралы. Абайдың шығармаларын балалар оқи береді. Менің өзім немерелерім кішкентай кезінде жағдай ойнап жүріп жаттайды. Мен өзім айтып тұрам, ал қайталаңдар деймін. Ана 8 аяқтың өзін алыстан сербеп, жүректен тербеп, шынырлап бойға жайылған деген. Соның бір шумағын жағдай жаттатып қоядым. Бала кезде, кішкентай кезінде жаттап алған. Ал енді оны түсініп жатқан бала жоқ. Оны түсінбейді, бірақ жаттап алды. Бірақ осы жаттағаны кейін өзі есейген кезінде өмірдің түрлі жағдайларында алдынан шығады. Есіне жағдай кезінде жаттап алған осы сөздер, осы жолдар баланың жағдай санасында сол кезде қайта жаңғырады. Міне сол үшін жағдай жаттату керек. Бала бақшада да жаттай берсін. Түсінбейді, ой түсінбейді деп айта береді. Түсінбегенің керек жоқ. Баланың санасында қалса, санасының бір түкпірінде. Сол кейін есейген кезінде басқа бір жағдайларға байланысты қалқып жаңғырып шығады сол сөз. Бұл өте маңызды. Бірақ біз оған ешкімді әзірге көндіре алғанымыз жоқ. Енді жаңа кісілік кодексін айтып қалдыңыз. Осы Абайдың кісілік кодексі неден тұрады? Соны өзіңіз түсіндіріп айтып өтсеңіз. Абайдың өзінің шығармалары 2 том шығармасы бар ғой. Соның ішінен терілініп алған қағидалар. Кісі қалай кісі болу керек? Мысалы, толық адам деп жатырмыз ғой, толық адам концепциясы, тұжырымдамасы деп. Қалай толық болады? Абай оны жалпы айтады. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден ерек деп. Ал ақыл деген не, жүрек деген не, қайрат деген не, оны талдап жату мектептің деңгейінде ол өте қиын. Ал енді соның бәрін жинақтайтын нақты ұғым түсініктер қандай дегенде біз жағадай Абайдың кісілік кодексін жасадық. Жасағанда Абайдың өзінің сөзін теріп кісілік кодекс ретінде ұсындық жұртқа. 19 баптан тұрады. Оның бірінші бабы, соны таңдауда ары ойландық, бері ойландық, бірақ соны енгіздік. Бірінші бабы Құдайдан қорық, пендеден ұял дейді Абай. Енді осыны осылай дегенде, біздің қызметкерлеріміздің бір қатары кеңестік дәуірде қалыптасқан қызметкерлер Құдайдан қорық деп ана балаларға қалай айтамыз деп тартынады, тартыншақтайды, айтқысы келмейді соны. Ал бұл дұрыс емес. Құдайдан қорық дегенде ертеден кешке дейін Құдайдың алдында жағда иіліп жығылып жат деп отырған сөз емес қой бұл. Құдайдан қорық. Адамның баласы әйтеуір тіршілігінде, әйтеуір бір нәрседен қорқу керек. Мысалы, бір адалдық жолдан тайып кететін болса, оның салдары төптің түбінде оның алдынан шығады дейді. Біздің Құдай жолындағы адамдарымыз. Құранда да сондай сөздер бар. Жамандық жасама біреуге, қиянат жасама, оның зиянын жеке өзің тартасың. Жеке өзің тартпасаң, кейін ұрпақтарың алдынан шығады. Деген түсінікті біздің қарияларымыз, біздің бала кезімізден айтады оны. Енді соның барлығы Абайда тұр. Міне осы бағыттан алғанда Құдайдан қорық деген сөзден қорқуға мүлде болмайды.
тым насихаттадай бермей-ақ қойсын, желеулетіп, жалаулатып. Бірақ оны тып-тыныш баланың санасына кішкентайынан сіңіре беру керек. Ал енді абай осы сөзді неге айтты дейтін болсаңыз, ол ата-анаға айтқан, баланың ата-анасына айтқан. Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең оқыт дейді. Абайдың сөзі. Біз Абайдың осы сөзінен алдық жағы. Бірінші бапта. Құдайдан қорық, пендеден ұял деген. Оның ар жағында қандай себеппен, не себепті айтқаны жаңағыдай. Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең оқыт дейді. Білім бер деген сөз ғой. Білім бер, дұрыстап тәрбиеле деген сөз. Ал бұлдан қашуға бола ма? Бұл әр бала емес, әр атана бүкіл жұрттың барлығы ұстап, жаныменен, санасымен өзінің бойына сіңіретін сөздер. Сондықтан осы сөзді осы бірінші рет бірінші қылып 19 баптың бірінші етіп қойдық. Енді 19-шы бап о да Құдайдың атымен байланысты. Әуелі Құдайға сеніп, екінші өзіңнің ақылың мен еңбегіңе сеніп, еңбек ет дейді Абай. Сонда ана мақсатыңа жетесің дегенді айтады. Міне осы Құдайдан бастап, Құдаймен аяқталады. 19 баптан тұратын Абайдың кісілік кодексі. Оның ішінде жағдай тағы біреуі 18-ші бабы мекен, адамзаттың бәрін сүй дейді, бауырым деп. Абай айтады. Адамды сүй, адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп. Ал енді бұл тек қана біздің қазақтың өзіне айтып отырған сөзі Абайдың кезінде. Адамзат деп соның бәрін айтып отыр, бүкіл қазақты айтып отыр. Енді осыны қазіргі саясаттың деңгейінде, қазіргі әлеуметтік саяси қоғамдық жағдайымызға байланысты айтқанда, соны байланыстырып айтқанда, бұл тек қана қазақты сүй деген сөз емес, адамзаттың бәрін сүй деп отыр ғой Абай. Бүкіл адамзаттың бәрін сүй дейді. Міне осы тұрғыдан келгенде Абайдың кісілік кодексінің бұл бабы тек қана ұлттық деңгейде, біздің халқымыздың деңгейінде, Қазақстанның деңгейінде ғана маңызды емес, бүкіл әлем халықтарының танымы деңгейінде маңызды, аса құнды болып табылады дейміз. Жаңа толық адам туралы айтып өттіңіз. Осы Абайдың толық адам тұжырымын қазіргі қазақтың бойынан байқайсыз ба? Енді толық адам тұжырымының баптары біздің қазіргі қазақтарымыздың бойында жоқ деп айтуға болмайды. Ол бар ғой, бар. Ал бірақ соны бүкіл жұрттың барлығына, ана кішкентай баламыздан бастап ересек қызметкерлерімізге дейінгі аралықта толық ұстап тұр, толық сақтап тұр деп айтуымызға болмайды. Олай емес. Толық сақтауған емес, біз толық бойымызға әлі сіңіріп болған жоқпыз. Мысалы, біреуге қиянат жасап жатса, я болмаса біреудің дүниесін ұрлап алып жатса, я болмаса біреудің дүниесін тартып алып жатса, біреуге зорлық көрсетіп жатса, күш көрсетіп жатса, мемлекеттің қазынасына түсіп жатса біреу, сонда анау сөз оның ойында тұру керек. Құдайдан қорық, пендеден ұял деген. Халықтың қазынасына тиісуге болмайды, оған қол сұғуға болмайды деген ұғым оның санасында тұру керек. Соған қолы созылып бара жатса жағдай, қолын ұстап алу керек. Қой деу керек те, адам өзін өзі қой деу керек. Ал өзіне өзі қой деу үшін адамның санасында Абайдың толық адам туралы қағидалары, Абайдың кісілік кодексінің баптары толығымен сіңісіп мына жерде қызмет жасап тұру керек. Біз ол деңгейге жеткен жоқпыз. Сіз атақты академик Зейнолла Қабдоловтың шәкірті екенсіз. Ол кісі 16 ғылым докторын даярласа, соның екіншісі өзіңіз. Осылайша Абай, Әуезов, Қабдолов ғылыми рухани мектебінің жалғасы саналасыз. Енді осы сабақтастықты жалғайтын ізбасарлар бар ма? Бар ғой. Кімдер? Жоқ деуге болмайды. Зекең жарықтық Зейнолла Қабдолов,
Тұрсынбек Кәкішев, Бейсенбай Кенжебаев деген 3 профессордың менің өмірімдегі қызметі өте зор. Үшеуінен де сабақ алдық, тәрбие алдық, қызметке тұруымызға, жұмысқа тұруымызға, ғылыми зерттеумен айналысуымызға тікелей басшылық жасап, жетекшілік жасаған кісілер бұл үшеуі де. Зекең аспирантураға келген кезімде Зейнолла Қабдолов ағамызды айтып отырмын. Тақырып ұсынды. Абайдың лирикасы деп. Абайдың лирикасын ал, кандидаттық диссертацияның тақырып етіп деп. Абай дегенде ол кезде біз қорқатынбыз Абайдан. Оның ішіне бойлау, Абайдың тереңіне бойлау оңай емес. Отырып қалдым үндемей. Сонымен сәл менің үндемей отырып қалғанымды байқады дағы. Онда Әуезовтің шығармашылығы, Әуезовтің көркемдік дәстүрі, қазіргі әдебиеттегі Әуезовтің көркемдік дәстүрін ал деді. Мақұл дедім мен. Бұрыннан біліміз жағдай. Абай сияқты тереңіне бойлағаным жоқ, бірақ сонда да Әуезов маған жақын болды. Мақұл деп сол Әуезовті алдым кандидаттық диссертациямда. Кейін докторлық диссертациямда да сол мәселелер болды. Соның диссертациялардың бәрін бітіргеннен кейін Зекең баяғыда Абайды ал деп еді ғой деп жағдай. Абай Әуезовтің шығармаларының ішінде де жүр ғой. Абай, көп Абай, почти барлық Абай деуге болады. Сол Абайға өзім жағдай қайта келдім. Баяғыда Зекеңнің айтқан тапсырыс еді, әуелгі тапсырыс еді деп. Сөйтіп Абаймен айналысқаныма қазір 20 шақты жыл болды. Өзім жетекшілігіндегі балаларға Абай бойынша тақырып беріп, сол бойынша қорғатып жатырмыз. Енді бізден кейін солар ие болады осы жұмысқа, осы жұмысты ары қарай жалғастырады деп үміт етеміз. Жоқ емес, бар. Абай ілімінің өзегі білім мен ғылым деуге болады. Қазіргі Қазақстандағы білім беру жүйесі мен ғылымның даму деңгейіне көңіліңіз тола ма? Қазір біз жалпы орта білім беру жүйесінде біраз өзгерістерге келдік. Балон процесі деген болды, шетелге алаңдадық, әлемдік кеңістікке шығамыз дедік. Сөйтіп әлемдік кеңістіктегі қалыптасқан оқу жүйелерінің кейбір үлгілерін қабылдадық. Соған байланысты қазір біздің орта білім беру жүйесінде Блумның таксономиясы деген таксономия шықты. Таксономия деген баланың, білім алушы баланың ойлау деңгейлерінің жүйесі, иерархиялық жүйесі, сатылап өсіп келе жатқан жүйесі, таксономия деген. Блум өзі 1956 жылы өндіріске енгізген екен мұны. Сол жартылай енген енді. Сол таксономияны біз алдық. Тәуелсіздік кезеңінде біздің білім саласындағы, жалпы орта білім беру саласындағы мемлекеттік стандарттарымыз, білім беру бағдарламаларымыз осы жүйеге негізделді. Бірақ сол жүйені қабылдау керек пе бізге? Неге біздің өзіміздің ұлттық жүйеміз болмайды? Мемлекеттік жүйеміз. Біз білім бергенде мемлекеттік білімді береміз. Қазақстанның мемлекеттік білім, Қазақстан мемлекеттік білім беру жүйесін жасаймыз, дейміз. Жасадық дейміз. Ал егер біз сол білім беру жүйесіндегі ең басты қағидамыз, ұстанып отырған басты өзегіміз, басты жүйеміз, ана Блумның таксономиясы болатын болса, оның қай жері ұлттық? Деген сұрақ туады. Ал енді Абайды зерттеп жатқан кезде, осы 20 шақты жылдың ішінде біздің кісілеріміз, зерттеушілеріміз Абайдың таксономиясы дегенді шығарды. Абайдың таксономиясы деп отырған танымдық иерархиялық жүйе бізге соншалықты жақын. Жақын ғана емес, өзіміздікі ғой енді ол. Қазақтікі ғой, ұлттікі ғой. Бірақ соған біз қарамаймыз. Ал Абайдың жүйесі қандай дейтін болсақ, Абайдың жүйесі бірінші талаптану керек. Талап туралы Абайдың айтатыны көп. Талап болмайынша ештеңеге адам қол жеткізе алмайды дейді, талаптанбайтын болса.
Мысалы, білім алатын болсаң, білім туралы айтатын сөздері өте көп анда Абайдың. Солардың ішінде бірінші білім алу үшін адамда талап болу керек. Ананы білейін деген талап болу керек дейді. Талап, ары қарай қабылдау, білу, түсіну. Ана Бұлымның айтып жүрген Абай баяғыда айтып кетті. Бұлым мұны 1956 жылы айтып отыр ғой. Абай қай уақытта айтқан жағы? 1904 жылы қайсысы болды жарықтық. Соғы дейін айтып кеткен ғой. Ал енді соны жасайық десек жағдай, айтсақ, ұсынсақ, біздің жағдай осы саладағы қызмет жасаған, жаңағы қазіргі білім, орта білім жүйесін жасадым деген, өндіріске енгіздік деген топ оны қабылдамайды. Сіз бірде қазақ әдебиеті мектептерде дұрыс оқытылмайды деп сынаған екенсіз. Яғни оқытылу әдісін сынағансыз. Осы туралы өзіңіз толығырақ айтып өтсеңіз, мектептерде дұрыс оқытылмай жүр ме? 2018 жылғы материал, сол кезде соның алдында орта білім беру бағдарламалар жасалған әрпен бойынша. Соның ішінде қазақ әдебиеті пәні бойынша да жаңартылған оқу бағдарламасы жасалған. Жаңартылған дейді. Алдындағысы жаңартылып, жаңа бағдарлама жасалған. Міне сонда да жаңағы Бұлымның таксономиясы қолданылады. Бұлымның таксономиясы қалай қолданылды? Дұрыс па, жүйелі ме, жүйесіз ба деген мәселелер туралы сыни пікірлер айтқанбыз. Енді солардың ішінде жағдай біреуін айтып берейін. Мысалы, о мәселеге келуіме себепші болған менің немерем. Ол кезде немерем 5-ші класста оқитын. Бір күні келіп менен сұрайды, ата, мына қараңызшы, мына ана авторға хат жаз депті, өлеңмен жаз депті, қалай хат жазам дейді. Кімге жазам хатты дейді. Соңын кітабына қарасам, кітабында бір текстерді берген, халық ауыз әдебиетінен Керқұл атты Кендебай бар. Сонан кейін Қобыланды болу керек, Қобыланды бар. Сонан кейін Асан Қайғының жерге айтқан сыны деген үшеуі бар екен. Осыны тапсырмасы, осыны оқыдағы эпикалық, поэзиялық шығармаларға талдау жаса депті. Автордың бейнесі қандай көрініс тапқан, соған талдау жаса дейді. Ол ана екінші сұрақ емес, бірінші сұрақтың өзін бала жауап бере алмайды. Немерім осылай деп айтқан кезде жағдай қапа болдым мен. Қараптан қарап отырып қапа болдым. Баланың ойын шатастыру. Білім беру емес, білімді жоюға келіп тұр бұл. Білім жоқ. Анау эпикалық шығарма, я болмаса поэзиялық шығарма деп бөлу, әдеби шығармаларды бүйтіп топтастыру дүние жүзінде болған емес. Тек біздің мына данышпандарымыздың айтып отырғаны. Теорияда бұл қайшы, теорияға жатпайды. Теорияны бұзу бұл. Балаға бұзық білім беріп отыр деген сөз. Ал енді осы үшеуіне жағдай. Енді үшеуінің авторына хат жазу керек болды ғой енді. Керқұл атты Кендебайдың авторына не деп жазамыз? Хатты. Бала не деп жазады? Қобыланның авторына не деп жазады жағдай? Кім ол авторы Қобыландының? Керқұл атты Кендебайдың авторы кім? Халық қой енді, халықтың ауыз әдебиеті ғой. Ана Асан Қайғының бірақ жазсын де, Асан Қайғы авторы сақталған ғой. Бірақ Асан Қайғы жазғанда Асан Қайғы ол хатты қайдан алады? Мені осыған ренжіп жазғам жағдай. Мынау не деген нәрсе бұл? Осылай жазуға бола ма деп. Бұл енді мектепте осы бағдарлама бойынша оқытады ғой. Менің айтып отырған бағдарламаның дұрыс емес екендігі туралы. Әдебиетті оқытудың бағдарламалары бар ғой жағдай. 5 пен 9, соның кейін 10-11 деген сияқты. Орта мектеп, жалпы беретін орта мектепте бүкіл әдебиетті оқытуға байланысты мыналарын дұрыс емес деймін. Сөйтіп, менің бұл сын пікірім Қазақ әдебиеті газетінде жарияланды сол кезде, бірақ кейін бірнеше рет осындай оқиғалар болған, соларға айтып конференцияларға барамыз. Ешқандай қозғалыс болмайды ғой, қозғалыс жоқ. Соның кейін мен қойғам, сол 18 жылдан кейін айтқанды. Осындай ұсыныс айтқанды, сын айтқанды қойғам. Қазір не жатқан мен білмеймін. Кісілер айтады, өткенде 25 жылы, 2025-і тағы бір кісі сын жазыпты.
ода қазақ әдебиетінде ғой деймін, или басқа газетте ма ба, тағы да сын айтып жатыр. Мынау жаңартылған бағдарламалардың дұрыс емес деп. Соған қарағанда бүгінгі күнге дейін сол бағдарлама жұмыс жасап келе жатыр. Біздің балаларымыз Қобыландының авторына, Керқұлаты Кендебайдың авторына Асан Қайғыға хат жазып жатыр қазір. Әлі хат жазып жүр ма? Әлі жазып жатыр. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық құрылтайдың 5-ші отырысында Абайдың қара сөздерін ЮНЕСКО-ның әлем жады деректі мұралар тізіміне енгізуіміз керек деді. Мемлекет басшысының осы бастамасына қалай қарайсыз? Мемлекет басшысының осы бастамасына мен өте дұрыс қараймын. Өз жерде тек біздің Абай ғана емес, басқа да елдердің дүниежүзі халықтарының әдеби ескерткіштері тұр. Сол тізімге енген шығармалар ол тек тізімге енді болды деп жата бермейді, ол насихатталады ары қарай. Әр түрлі елдердің жағдай тілдеріне аударылып жарық көреді, елге жетеді, тағы басқа неше түрлі тасымалдаушылар арқылы таралады. Осындай деген жағдай мәселе бұл. Тек қана тізімге еніп тұра береді екен емес, сол елдің, жұрттың, бүкіл әлем жұртшылығының игілігіне асады деген сөзіміз бұл. Мен осы бағытта жаңа әлем жады мұраларының тізіміне біздің Абайдың қара сөздерінің енуі, ол біздің еліміз үшін, біздің мәдениетіміз үшін, әдебиетіміз бен өнеріміз, жалпы интеллектуалдық байлығымыз үшін аса маңызды, игілікті іс-шара болар деп ойлаймын. Енді жаңа айтып жатырмыз, Абайдың қара сөздерінің ішінде тек анау қазаққа қатысты құндылықтар емес, бүкіл әлем жұртшылығына қатысты игілікті болатын рухани құндылықтар, ойлар, қағидалар, нақылдар, ақылдар бар дедік. Міне осы тұрғыдан келгенде Абайдың қара сөздері тек біз үшін ғана емес, әлем халықтары үшін де маңызды, игілікті қызмет атқарады деп ойлаймыз. Рахмет аға, уақыт бөліп сұхбаттасқаныңыз үшін. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Жүз медианың ақ студиясында келесі жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.